Ассалаумағалейкум. Сіздерге аңсат һәм кемшығын қолда сақланып кететін печенье тәйярлап көрсетемін. Дәслеп 2 миекті шағып алып, үстіне 5 қасық құмшекер салып, жақсылап араластырып аламыз. Қасымда балам еміп жатыр, соның үшін әртүрлі дауыслар шығып кетсе елестірмейсіз. Кейіннен үстіне 1 киса еріген сары майды салып, араластырып, қоюласаман дегенше ұн қосамыз. Ондан кейін 2-ге бөліп, жартысына какао салып, жартысын сол қамырлығынша қалдырамыз. Кейін майда бөліктерге бөліп, қолымызбенен сопақ етіп салып, жапырақ көрінісін беріп аламыз. Үстіне пышақпен кесіп, бетін құмшекерге бір басып, духовкаға салып пісіріп аламыз. Ал біздерге ас болсын, сіздер де тәйярлап көрің. Балаларыңызды да қасыңызға шақырың, оларға ермек болады. Балаларға ойын, сізге есе жәрдем болады. Соның үшін балаларыңызға істетіп қоя берің. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаң. Қолымнан келгенше har күні рецепт қоюға әрекет етемін.